Абай болыңыз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Қостанайда 5 азамат өңір аумағы мен Астанада жалған ақш долларын сатқаны үшін сотталды, деп хабарлайды Сарбас қызы қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жасап. Қаржы мониторингі агенттігінің хабарлауынша, Шарапиев С. валют тауып әкелумен айналысса, Қостанай облысының аумағында сатушы Жакупов Т. және Шаймердинов А. Астана аумағында таратушы Ерлі-Зайыпты Бердімұратовтар жүргізген. 30 мыңнан жалған доллардың 28.600-і сотқа дейінгі тергеу барысында анықталып, тәркіленді. Аталған қылмыстары жасағаны үшін сотталушыларға жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау, сақтау, алып өту немесе өткізу бабымен, сондай-ақ жәбірленушілерді алдау фактілері болғандықтан алаяқтық бабы бойынша айып тағылды. Сот үкімімен Шарапиев С. ең төменгі қауіпсіздік мекемесінде 5,5 жылға бас бостандығынан айыру жазасына, Шаймердинов А. мен Жакупов Т. орташа қауіпсіздік мекемесінде 5,5 жылға дейін, Бердімұратовтар жұбайлары шартты түрде 5 жыл 2 айға бас бостандығынан айырылды, делінген ХМА хабарламасында. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.